Украинаның Днепр қаласында қазақстандықтарды телефон арқылы арбауына түсіріп алаяқтықпен айналысқан колл-орталық анықталды. Олар құқық қорғау органдарының және банктің өкілі ретінде хабарласып, ел тұрғындарының есеп-шоттары туралы мәліметтерге қол жеткізген. Осылайша азаматтардың шотындағы қаражаттарын иемденіп отырған. Тіпті кейбір тұрғындарға алдау арқылы несие рәсімдеткен. Ал бұл колл-орталықта 40 Украина азаматы жұмыс істеген. Қазақстандық және украиндық киберполициялар жүргізген арнайы операция кезінде қылмыстық топтың 32 адамы қолға түскен. Ең сұмдығы, қылмыстық топты ұйымдастырушылар алаяқ байланыс орталығының операторларын ынталандыру үшін түскен қаражаттан сыйақы төлеп отырған. Әзірге қанша отандасымыздың осы орталықтың құрығына түскені белгісіз. Қазір Украина тарапы қылмыстық топтың Қазақстан азаматтарына келтірілген залалын анықтап жатыр. Рұқсат етілмеген тұлғалар транзакцияларды тоқтатамыз деген желеумен олардың есеп-шоттарына қол жеткізген. Онлайн несиелер алдырылған. Жәбірленушілердің ақшасын қылмыскерлердің бақылауындағы есеп-шоттарға аударған екен.